Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Нәзік гүлім деген әніміз жарыққа шығып жатыр. Түнде ғана салдық. Бұл әнді негіз өзім қатты күткен әндерімнің бірі. Бұл ерекше ән. Неге десеңіздер, жалпы бір адамға нақты арналған әндер болады. Өзінің сүйген ғашығына, жарына, болмаса өзінің ұлыма, қызыма деп шығарып жатады ғой. Бұл ән жалпы бір нәзік гүлдерді барлығын бір қамтитындай ән болса ғой деген бір ой болды. Шынымен бұл әнді тыңдап отырсаңыздар, бұл әнде өздеріңіздің ғашығыңызға деген махаббат та бар, өздеріңіздің жақсы көретін үйіңіздегі жауһарыңыз өсіріп отырған кішкентай қыздарыңызға деген де махаббат бар. Тыңдап отырған кезде шынымен де көбісінің жазып жатқан комментарийлерінде қарап отырамыз, өздерінің бір күнде 3000-нан аса видео түсіріліп жапты. Оның бәрі әрқайсысы әртүрлі өздерінің жарларын салған, ғашық болып жүрген, мен сені көп күттім ғой деп салып жатқан жігіттері бар. Көп күтіп, өзінің айта алмай жүрген сезімдерін осы әнмен айтып жатқан жігіттеріміз де бар. Және де 4 жылдан кейін қыз берді, соған осы әнді қосып тербетіп жатырмын деп жазып жатқан жігіттер де бар. Шынымен де баршасын бір қамтитын ән болса ғой деген ниет болатын. Аллаға шүкір, сол ниетіміз орындалып келе жатқан секілді. Жалпы әннің аты да айтып тұр, ол жерде бір адамға емес, ол жерде нәзік гүлдердің құрметіне ағайын. Сол үшін нәзік гүлдеріңіз болса, нәзік гүлімді құдай жеріңізде. Қанша іздеп, қанша күттім, таба алмадым, амалдадым, үміт үзбеу керек ұқтым, бақ боп